Ассалаумағалейкум ардақтағы ағайын. Тікелей эфирде түскі жаңалықтар тізгінші Алматы Әбдіраман және әріптесім Бұлбұл Қалнұрқызы. Әдеттегідей аңдатпадан бастаймыз. Солтүстік Қазақстанда аялдамадан әйелдің мәйіті табылды. Қайғылы оқиға туралы кімдер хабар берді? Полицейлер не дейді? Шығыс Қазақстан мен Абай облыстарында 2 миллиард теңгеден астам қаражат мақсатсыз жұмсалған. Бюджет қаржысы қайда кетті? Құрылысы тоқтап қалған әлеуметтік нысандардың жай-күйі не болмақ? Енді шаруаларға субсидия алуға жасанды интеллект көмектеседі. Бұл жүйе ауыл шаруашылығын қалай өзгертеді? Цифрландыру арқылы егін өнімділігі мен азық-түлік қауіпсіздігі арта ма? Осы және өзге де жаңалықтар алдағы 15 минутта. Солтүстік Қазақстанның Заречный кентіндегі автобус аялдамаларын бірінен әйелдің денесі табылды. Мәйіт туралы хабарды құқық қорғау органдарына жергілікті тұрғындар жеткізген. Полиция департаментінің мәліметінше 1967 жылы туған марқұмның өліміне пышақ жарақаты себеп болған. Қазір оқиғаның мән-жайын анықтау үшін тергеу амалдары жүргізіліп, сот медициналық сараптама тағайындалыпты. Жетаудандағы 11 әлеуметтік нысанның құрылысына бөлінген 2 миллиард теңгеден астам қаражат мақсатсыз жұмсалған. Шығыс Қазақстан мен Абай облыстарында бюджет қаржысын жымқыру фактісі анықталды. Тергеу дерегінше күдіктілердің арасында Казконстракшн жауапкершілік шектеулі серіктестігінің бұрынғы директорының орынбасары мен Күршім аудандық мәслихатының депутаты бар екен. Олар бірнеше компания арқылы қаражатты қолма-қол ақшаға айналдырыпты. Салдарынан 4 дене шынықтыру сауықтыру кешені мен 20 мыңнан астам тұрғыны бар ауылға арналған су құбыры желілері пайдалануға берілмей қалған. Қылмыстық жолмен алынған табысқа Астанадағы қымбат санаттағы тұрғын үй кешендерінен пәтерлер, Lamborghini Urus, Cadillac Escalade, Mercedes автокөліктері мен асыл тұқымды жылқылар сатып алынған. Бұл мүлікке сот санкциясымен тыйым салынды. Екі күдіктіге қатысты 2 ай мерзімге қамауға алу түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылды. Тергеу жалғасуда. Енді шаруаларға субсидия алуға жасанды интеллект көмектеседі. Бұл туралы парламенттік комиссияның 11-ші отырысында жауапты ведомство басшысы айтты. Жасұлан Мәдиевтің сөзінше, нейрожелі фермерлерге мемлекеттік қолдау алу бойынша да кеңес береді екен. Сонымен қатар электрондық агроөнеркәсіп кешені эко-жүйесі құрылып, 2028 жылға қарай ауыл шаруашылығы жерлерінің кемінде 50% цифрлық бақылауға алынбақ. Министр бұл егін өнімділігін 20-25%-ке арттырып, құрғақшылық пен зиянкестерден болатын шығындарды азайтады деп отыр. Одновременно до 90% поголовья скота. Сонымен қатар мал басының 90% RFID белгілермен жасанды интеллект арқылы таңбаланады. Бұл шаралар елдің азық-түлік қауіпсіздігін нығайтады. Демек, агроөнеркәсіп кешенін цифрландыру саланы жаңғыртудың ғана емес, аштықты жою және ауыл шаруашылығын тұрақты дамыту жөніндегі жаһандық мақсаттарға қосқан нақты үлес болып табылады. Жасанды жады еңбек нарығына да кеңінен енгізіліп жатыр екен. Алдағы уақытта жасанды интеллект агенті іске қосылып, азаматтарға жұмыс табуға көмектеседі. Одан бөлек нейрожелі азаматтарға құқықтық тұрғыдан кеңес береді. Жүйе азаматтардың сұрақтарына нақты және жедел жауап беріп, құқықтық ақпаратқа қолжетімділікті жеңілдетеді. Сонымен қатар ұлттық бейне бақылау жүйесі енгізіліп, қоғамдық орындар тәулік бойы бақылауда болады. Система автоматически распознает. Жүйе адамдардың бет әлпетін, көлік нөмірлерін автоматты түрде таниды. Сондай-ақ күмән тудыратын жағдайларда төбелес адамдардың жиналу немесе ұмыт қалған заттарды тіркейді. Нәтижесінде қоғамдық қауіпсіздік деңгейі едәуір артып, құқық қорғау органдарының әрекет ету жылдамдығы күшейеді. Алматыда Қазақстанның халық жазушысы, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Мұхтар Мағауиннің Жармақ романы сахналанды. Спектакльде адам мен қоғам арасындағы күрделі қатынас, екіге жарылған тұлғаның ішкі күйзелісі суреттеледі. Сондай-ақ ақша мен дүние мүліктің құлына айналған және ілім ғылымның соңына түскен жанның қос тағдыры бір-бірімен жарыса көрсетілген. Қызығы 1 сағат 20 минуттық қойылымды бір ғана актер Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Бекжан Тұрыс сомдап шыққан. Бұл өнер адамының 60 жылдық мерейтойына орай қойылған шығарма. Шама-шарқым жеткенше қарымды қаламгер Мұхтар ағамыздың тілімен жеткізуге тырыстым. Енді оның бағасын қаншалықты қалай болған көрермен береді. Біз әдетте енді театр қоғамның айнасы дейміз ғой.
Егер сол айына көмескі тарса, оны сүртіп тазалау керек. Мен сол шамам келгенше сүртіп тазалауға тырыстым. Мұхтар Мағауин атамыздың классикалық шығармалары бұл және де сахнаға шықпаған, бұл бірінші рет осылай сахнаға шығып тұр. Бұны қалайда осы және де айтқандай, мынау современный дейміз ғой, енді қазіргі қоғамға бір түсінікті болсын, осы ойымызды жеткізе алсақ деген ниетте қойылған дүние. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде Қырғыз Республикасының тұңғыш президенті Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінің ғылыми қызметкері Асқар Ақаев көшбасшылық дәріс оқыды. Іс-шараға мемлекет және қоғам қайраткерлері, белгілі ғалымдар мен жоғары оқу орнының оқытушылар құрамы қатысты. Келелі кездесуде профессор адамзат дамуының жаңа кезеңдері тақырыбында сөз қозғап, әлемнің технологиялық, демографиялық және эволюциялық үш маңызды шекара алдында тұрғанын атап өтті. Сондай-ақ ол жасанды интеллектінің өркендеуі мен оның экономикаға ықпалын жан-жақты талдады. Айта кетейік, мазмұнды кездесу 2 күнге жалғасады. Сегодня весь мир Бүгінде әлемде барлық сала жасанды интеллект кезеңіне қадам басты. Егер адамзат осы технологиялық толқынды саналы түрде игерсе, даму мүмкіндігіміз жоғары болмақ. Қазақстанда да биыл көптеген өзгерістер болды. Мәселен, Қасым-Жомарт Тоқаевтың жолдауында жасанды интеллект министрлігін құру қолға алынды. Бұл өркениеттік бетбұрыстың алғышарты. Сондай-ақ бүгін мен барлық салада жасанды интеллектінің ықпалын жан-жақты түсіндіремін, талдаймын. Алматыда төтенше жағдайлар министрлігінің 30 жылдығына орай азаматтық қорғаныс оқу орталығы ашылды. Онда осы заманға сай үлгідегі сыныптар, алғашқы көмек көрсету және жер сілкінісі кезінде іс-қимыл жасауға арналған практикалық бөлмелер бар. Сондай-ақ еріктілер бұрышы мен қажетті оқу материалдары қарастырылған. Орталық тренингтер өткізіп, халықпен кездесулер ұйымдастыруға әрі қауіпсіздік дағдыларын үйретуге қолайлы алаң болмақ. Оның ашылуына қаланың еріктілер тобы да елеулі үлес қосыпты. Согласно приказа, нормативки. Қолданыстағы нормативтерге сәйкес орталықта азаматтық қорғаныс бойынша шамамен 20-ға жуық түрлі саладағы мамандар оқытылады. Қатарында мектеп мұғалімдері мен балабақша қызметкерлері, кәсіпорын басшылары, мемлекеттік орган мен әкімдік өкілдері бар. Арнайы 3-5 күндік курстардан өткендерге төтенше жағдайлар департаментінің сертификаты табысталады. Орталықта біздерге арнайы волонтерлерге арналған штаб кабинет ашылған болатын, яғни төтенше жағдайдағы әрекет ететін волонтерлерге жағдай жасалып, бұл жақта керек жабдықтар және одан бөлекте инвентарлармен қамтамасыз етілген мүмкіндік беріп отыр біздерге, яғни волонтерлердің үнемі оқытудан өтіліп тұруына. Алматыда ATP 250 халықаралық теннис турнирі өз мәресіне жетті. Финалда Даниил Медведев пен франциялық Карентен Муте кездесті. Әлемнің 14-ші ракеткасы саналатын ресейлік спортшы тартысты 3 сеттен соң қарсыласынан басым түсіп, чемпиондық атаққа ие болды. Алматы кортында үздік теннисшілер бас қосып, жанкүйерлерге жоғары дәрежелі спорттық тартыс көрсетті. Бір апта бойы өткен кездесулерде көрермен әлемдік рейтингтің көшбасшыларын көру мүмкіндігіне ие болды. Ауқымды жарыста үздік шыққан Даниил Медведевтің бұл жеңісі кәсіби мансабындағы 21-ші титулы және ATP-дағы 40-ші финалы. Чемпиондық атақты сарапқа салған теннисші 250 рейтингтік ұпай және 160.550 ақш доллары көлемінде жүлдені иеленеді. В первом сете был какой-то запредельный уровень с обеих сторон. Бірінші сәтте қарсыластық қатты болды. Өте тартысты ойын дей аламын. Екі жақтан да жоғары деңгей көрінді. Қателер де болды. Ақыры матчты өз ұпайыма тартып алғаныма қуаныштымын. Айта кетейік, былтырда Алматы кортында ресейлік спортшы Карен Хачанов жеңіске жеткен болатын. Биыл ол жарыстың екінші кезеңінде шығып қалды. Ал жұптық сында финалда француздық Тео Арибаж бен Альбана Эльветти топ жарды. Олар германиялық Якоб Шнайтер мен Марк Велнерден басым түсті. Бұл жеңіс Арибаж үшін жұптық санаттағы екінші, ал Оливетти үшін үшінші ATP титулы. Танымал ойыншылар, ондыққа кіретін ойыншылар көп бұл жерде. Бірінші ракетка әлемдегі болған үлкен шлем жарыстарын алған, мысалы Даниил Медведев, Карен Качанов. Бірақ біздің құрама команда ойыншыларға да бұл жарыс өте пайдалы деп айтуға болады, себебі бұл жерде ұпай жинауға өте мол мүмкіндік бар және тәжірибе жинауға да бүкіл құрама командамыз бұл жарысқа қатысты. Алматыда өткен ауқымды додада теннис жанкүйерлеріне жоғары деңгейдегі ойын мен әлем жұлдыздарының шеберлігі көрсетілді. Халықаралық турнирдің екінші жыл қатарынан оңтүстік Астанада өтуі отандық теннистің беделін арттыра түскені сөзсіз. Әйгерім Пернебек, Амина Сенова, Хангелді Ахметхан, Алматы телеарнасы.
Мүгедектігі бар азаматтарға арналған спорттық дайындық орталықтарын қаржыландыру көлемі жыл сайын артып келеді. Бұл туралы мәжіліс депутаты паралимпиадашы Сейтжан Кенжеғұл мәлімдеді. Оның айтуынша биыл осы бағытқа 4,9 миллиард теңге бөлінсе, келер жылға қарай қаржы көлемін 5,7 миллиард теңгеге дейін ұлғайту көзделген. Депутат егемендік алған 35 жылдың ішінде мүмкіндігі шектеулі жандарға көрсетілетін әлеуметтік қолдау мен қамқорлықтың ауқымы бұрын соңды болмаған деңгейге жеткен атап өтті. Сондай-ақ ерекше жандардың мәжіліс мінберінен сөз алып, ел дамуына үн қосуы мол мүмкіндік екенінде тілге тиек етті. Мүгедектігі бар азамат, немесе оның ішінде тас қараңғы, қазақша айтқанда көз көрмейтін адамның жаңағы мәжіліс депутаты болу, немесе халықтың әлеуметтік осал санаттағы құқықтар жөніндегі президент жанындағы өкіл болу, президенттің өзі соған көңіл аудару, соған үлкен міндет арту бұрын мүмкін емес болатын. Ал қазір міне осы 2 жылда оның барлығы бар. Оның барлығы біздің президенттің қадамдары деп есептейміз. Әзірге айтарымыз осы, кешкі эфирде жүздескенше Алматы арнасы қосулы болсын ағайын.